Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай аязды күндері сіздерге өте пайдалы әрі дәмді болып шығатын құртты езетін боламыз. Менің каналымнан алыстамай, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға су құямыз. Бұл жерде менде 2 литрден артық су және күрішімізді жақсылап жуып аламыз, тазартып. Содан кейін ұнымыздың үстіне қайнаған бөлме температурасындағы суымызды құйып, венчикті немесе шанышқының көмегімен түйіршік қалмайынша жақсылап араластыратын боламыз. Ендігі кезекте осы кезде біздің суымыз қайнап жатады. Қайнап жатқан суымызды мінекей, бізде құрт бар. Бұл менде анамнан алған құрттар және өзімнің жасаған құрттарым да бар арасында. Енді осы құртты үстіне жаңа қайнап жатқан ыстық суды ожаудың көмегімен құя отыра езетін боламыз. Ең алғашында су ыстық болғасын мен құртты осылай ожаудың көмегімен еземін. Мінекей, осылай ожаудың көмегімен езген соң, біраздан соң біздің суымыз салқындай бастайды. Сол кезде қолмен езетін боламыз. Оған дейін біз қайнап тұрған суымыздың үстіне жаңағы жуып дайындап қойған күрішімізді саламыз. Және асты жабысып қалмас үшін бір араластырып, бетін жауып, қайнағанша астын басып қоямыз. Мінекей, біздің құртымыз осылай ыстық суға өте тез ериді. Суымыз әбден салқындаған соң қолымызбен жақсылап еземіз. Сонымен қоса достар, менің каналымда егер сіздерде бұндай қатты құрт болмаса, жұмсақ құртпен де езілетін құрт көженің түрі бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Сіздерге видеоның соңына қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп қараңыздар. Енді езілген құртымыздың суын жаңағы кастрөлде қайнап жатқан суға қосып, бір араластырамыз. Және тағы да бір осылай қайталап құйып, суымыз ыстық болғасын ожаумен еземіз. Енді осы кезекте жаңағы біздің ең басында дайындап қойған ұн қосылған суымызды қайнап жатқан судың үстіне құямыз. Және жақсылап араластырамыз. Оттың астын осы кезде қатты қойып, бір қайнағанша күтеміз. Оған дейін біздің құртымыз осылай ыстық суға езіліп тұрады тағы да. Осы кезде біздің суымыз қатты қайнаған соң бір араластырып, оттың астын баяулатып қоямыз. Және жаңағы езілген құртымыздың суын дәл жаңағыдай тағы да құямыз. Бір араластырып, тағы да бір езсеңіздер болады, немесе осымен тоқтатуға да болады. Бұл жердегі судың, құрттың мөлшері барлығы шамамен менде көз мөлшермен алынған. Егер де сіздерге нақты мөлшері қажет болып жатса, сіздерге астыға, описанияға қалдырып кетемін. Мінекей, осымен мен осылай құртты 3 рет ездім. 2 рет езсеңізде негізі жеткілікті болады. Міне сол кезде біздің құртымыз қоюлана бастайды. Және менде майды шыжғырғанда, шыжық қалғанда мен осылай бөлек салып сақтап қоямын. Сол шыжықтан осы жолы аздаған қосып жібердім. Өте дәмді болады. Шыжық салғаннан кейін 3-4 минут шамамен бетін жауып қоясыздар. Мінекей, осымен біздің құрт көжеміз дайын. Дәмі деген өте дәмді. Мен тұз салған жоқпын, себебі құрттың өзінің тұзы ащылау болғандықтан дәмді болып шықты. Егер сіздерде тұзы жеткіліксіз болса, аздаған тұз салсаңыздар болады. Осымен біздің құрт көжеміз дайын. Ыстықтай осындай аязды күндері сарымай салып ішсеңіздер өте керемет, әрі тұмауға да пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом егер сіздерге пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мөлдір, назарларыңызға көп рахмет.